Ал салем достар. 17-ші күн қысқа жол жүрдім. Жол ауыр болды, айтқанымдай. Қызықты бірақ, өте қызықты. Сол міне, осы жерге кеп жадатын жер дайындап қойдым. Тарп. Міне ат демалып жатыр. Енді әлі Бұрханбұлаққа 20 километр бар. 20 километр бір күнде өтеміз ғой, берсо, бірақ Құдай біледі. Осылай жаймен Бұрханбұлаққа жетеміз. Bir жағынан жолда керемет көретін жерлер де көп. Сондықтан жаймен жүріп келе жатырмын да. Міне, осылай. Қазір енді от жағамыз. Менде ұн бар, бауырсақ істейміз. Сосын тағы да мүмкін басқа да шай қойып, шай ішеміз, дем аламыз. Өзен жағасына, Қора өзені. Осы, ал кеттік.